Адамда холестерин көп екенін білдіретін табан мен тізедегі белгілер. Адам ағзасында жаман холестерин көбейіп кетсе, қан тамырларына жабысып, қан айналымын қиындатып жібереді. Содан жүрек аурулары пайда болады. Инфаркт пен инсульт те осыдан. Ең қызығы сол адам қанда холестерин көбейіп кеткенін өзі де сезбей жүре береді. Бірақ десе де, мамандардың айтуынша холестериннің көбейе бастағанын білдіретін алғашқы, әлсіз, бірақ анық белгілер болады. Мәселен, солардың бірі аяқ ауруы. Әсіресе жүрген кезде не тұрған уақытта аяқтың дыңқ етіп қатты ауырып кететін белгісі бар. Қан айналым қиындағасын, табан мен башпайға қан жетпей қалуы мүмкін. Ауру содан болады. Одан бөлек холестериннің көптігін білдіретін мынандай қосымша белгілер бар. Аяқтың жүні түседі, аяқ ұю, аяқ әлсіз болады, тырнақ ақырын өседі, әрі сынғыш келеді, табанда жара шығады, көп жазылмай жүреді, аяқтың түсі бозарып тұруы мүмкін. Аяқтың бұлшықеті тартылуы, құрысып қалуы ықтимал. Мұндай жағдайда адам денсаулығын жақсарту үшін міндетті түрде дәрігерге қаралып ем алғаны жөн. Холестеринді түсірудің жолдары көп. Дәрі-дәрмек ішіп, салауатты диета ұстанып, жиі физикалық жаттығу жасап азайтуға болады. Холестерин көбейіп кеткенін адам иісіне қарап анықтауға да болады. Беттегі дақ та қанда холестерин көп екенін білдіретін басты белгісі. Назарларыңызға рахмет.